Сәлеметсіздер достар, біз қазір Госокупте қалай акт создать ету керек екенін көрсететін боламыз. Алдымен мен мысалы Алгинский районға 20 освежитель жүрген болатынмын. Сол освежительдің актын жіберу үшін алдымен осы адамның договорына кіремін. Бұл товарды акт создать етпей жатып, бірінші звондап сұрап алу керек. Одан кейін көкті басып договорға кіреміз. Одан кейін информация об оплате деген бар. Сол жерге түссеңіздер, создать электронный акт деген тұрады. Создать деп басып аламыз, акт создать. И системный номер пайда болады. Оның үстінен басамыз. Басқаннан кейін төмен жаққа барамыз да добавить товар дегенді басамыз. Освежитель воздуха. Менде 20 штук жіберген болатынмын. Енді жібергенмін, оны выбрать деп басып аламын. И астына түскеннен кейін Актюбинский область Байтұрсынова жіберген, выбрать деп басамын. Сосын номенклатура номері, накладной номері неше, соны жазамын. Менде бұл бірінші накладной болған. И добавить деп басамын. Одан кейін добавить представителя деген жерге, тип деген жерде мен утверждающий от поставщика деген басып, выбрать дегенді басамын. Одан кейін создать накладную деген болады ең артында. Соны басып, номер документа менде 1, дата составления, қай күні болды бізде накладной, соның датасын жазамыз. 27 сентябрьде болған менде, например, да. Сосын оны басамыз. За поставку ИП Мадина, кім ИП қалай деп тұр, соны жазу керек. Транспортна и почта деп жазамын. Или машина деген сияқты. Немен жібересіздер, соны жазасақ деген сияқты. Почтамен қай күні жібердім, соны жазасыз. 27-09, я. 27-09-2022. Одан кейін жоғар жақта, оң жақта разрешил Мадина, отпустил и Мадина. Доверенность жазбаймыз. Одан соң астына түсеміз. Дополнение характеристика дегенде мынаны копировать етіп аламыз да, етеміз. Номенклатура номері, накладной номерін жазамыз. Одан соң астына түсеміз де сохранить басамыз. Сохранить еттік. Астына түсеміз де артқа шығып кетеміз. Қайтадан артқа шығып кетеміз. Вот, системный номерге қайтадан кіреміз. Так, системный номерге кірдік. Одан кейін добавить товар, посмотреть накладной деп қайтадан басамыз. Сол кезде бізде подписать деген шығады. И вот міне РСамен қол қоямыз. Қол қойылды. Одан кейін артқа шығып кетеміз. Қол қойылғаннан кейін. Сосын бір тексеріп алсаңыздар болады. Посмотреть накладной. Вот қол қойылды, дайын. Одан соң жоғарыға шығып, акты дегеннен кейін жанында ценность деген жазуы бар. Сол жерге барамыз да создать дегенді басамыз. Создать басқаннан кейін ондай номер пайда болады. Сол номерді үстінен басамыз. Бас болғаннан кейін освежитель воздуха 20, выбрать деген страна происхождения дегенге 643. 643 Россия деген таңдаймыз. Так, сертификат номенклатура номері. Так, менде накладной номері 1. Датаға 27-09-2022 жылы. И 2 датаны алға тастаймын. 27-09-2024 2 жылда деген. Загрузить. Осы жерден прикрепить деп аламыз да. Прикрепить.
рабочий столда мен этот блоктан эрсаны басып, так, бізде алдымен негізінде файлымызды алып келу керек. Файлымыз, вот міне сертификат деген файл бар бізде. Сосын жасын қойғанбыз. Эрсан. Неправильный пароль, неправильный болған жағдайда қайтадан басамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кензет кішкентай зет. Опа, ой. Прикрепить етеміз. Одан соң сохранить дегенді басамыз. Астына кіріп, подписать дегенді басамыз. Эрсанмен қол қоямыз. Ондай өтіп шығады. 300 деп жазамыз описанияға. Сохранить деп басамыз. Сохранить деп бастық. Одан кейін қайтадан актқа келеміз. Актқа келгеннен кейін системаның номердің үстінен басып, астына түсіп, утвердить дегенді басамыз. Утвердить. Эрсанмен тағы да қол қоямыз. Бізде накладной уже кетті деген сөз. Сіздерге ақпарат пайдалы болса, комментарийге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Әрбір комментарий лайк мен үшін өте үлкен мотивация болып саналады.